Ассалаумағалейкум. Айрықша жағдайлардың алдын алу һәм оларды сапаластыру бойынша үкімет комиссиясының тиесілі тапсырмасына тикар осы жылдың 1 декабрь күнінен 30 декабрь күндері аралығында республикамыз аймағында өткерілуі белгіленген өрт қауіпсіздігі айлығы давам етпекте. Айлықтың тикарғы мақсаты халық қожалық карханаларының һәм жеке меншік тұрақ жайлардың өртке қарсы жағдайын жақсылау, категорияланған һәм аса ахметлі карханаларда өрт қауіпсіздігін тәмінлеуде бірқатар іс-шараларды өткеру болып есептелінеді. Өрт қауіпсіздігі айлығын өткеру дәуірінде тикарғы ітібарды халықтың өртлер, зәһәрлі газлерден зиянлану һәм ауа газ араласпасының жарылуы менен байланыслы болған айрықша жағдайлардың алдын алу мақсатында түзілген ісші топарлар тарапынан махаллелерде үйме-үй кесімінде халық арасында әсіресе социалдық қорғауға мұқтаж кем тәмінленген спиртлі ішімдік ішуге бейім һәмде жалғыз жасаушы бұқаралардың шаңырақларына ітібар қаратылып, кең түрде профилактика түсіндіру һәм үгіт насихат жұмыстары алып барылмақта. Сондай-ақ республика аймағында өртлердің алдын алу, өрт қауіпсіздігі бойынша анықталған кемшіліктерді тез арада сапаластыру, халқымыздың материалдық байлықтарын, имараттарды һәмде бұқаралардың мал-мүлкін өрттен сақлау ең ахметлі һәм инсан өмірімен байланыслы болған бағытсыз сәтсіздіктердің алдын алуға айрықша ітібар қаратылмақта. 2025 жыл басынан осы күнге шейін республикамыз аймағында 700-ге жақын өртлер жүз беріп, бұл өртлер ақыбетінде бұқараларға 10 миллиардтан астам материалдық зиян келтірілген. Ең ашынарлысы пайда болған өртлерде бұқаралардың набыт болуы һәмде дене күйігі жарақаттарын алып емдеуханаға түсу жағдайлары ұшыраспақта. Өртлердің басым көпшілігі, яғни 70%-ға жақыны бұқаралардың тұрақ жайларында жүз бермекте. Бұндай бағытсыз хадистердің алдын алу һәм алдағы уақытлары болдырмау мақсатында әрбір мекеме, кархана һәм шөлкен басшылары өрт қауіпсіздігін тәмінлеудің барлық ілежларын көруі, бұл бағдарда анық ілежлер істеліп шығып, орындалуын тікелей өздері қадағалауға алуын, өртке қарсы кемшіліктерді сапаластыруды һәмде күз-қыс маусымын шығындарсыз өткеруге ітібар беруіңізді сұраймын. Hürmetli бұқаралар, мекеме, кархана һәм шөлкен басшылары, өртлердің алдын алу бойынша социалдық объектілерде мекеме, кархана, махаллелер аймағында көп қабатлы тұрақ жайлар һәм жеке меншік тұрақ жайларда өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақлау бойынша айрықша жағдайлар басқармасы қызметкерлеріне жақыннан жәрдем беріп, олар тарапынан анықталған кемшіліктерді өз уақытында сапаластырып, өміріңіз, денсаулығыңыз, жақындарыңыз һәм перзентлеріңіздің қауіпсіздігіне ітібарсыз болмаң. Диққатларыңыз үшін рахмет.